Ассалаумағалейкум достар. Демалыс кезінде адамдар шетелдерге саяхаттауды жиі жоспарлайды. Ал олардың арасында уақытты қызықты өткізу үшін қауіп-қатерге бас тігетіндер де аз емес. Осындай жандарға әлемдегі ең қауіпті деп танылған 6 туристік орын жайлы біле жүрген жөн. Бүгін QLife арнасы әлемдегі ең қауіпті демалыс орындарын көрсететін болады. Ал бүгінгі топтаманы ашатын Нью-Смирна Бич жағажайы бұрыннан бері келе жатқан акулалардың әлемдік астанасы болып келеді. Соңғы бірнеше онжылдықта жағажай зерттеліп, жыртқыш балықтардың адамдарға жасаған шабуылдарының статистикасы жүргізіліп келеді. Жағажай пайда болған кезден бері мұнда жыртқыш алып балықтар демалушыларға 250 рет шабуыл жасаған екен. Акулан шабуылы бойынша жағажай әлемде бірінші орында тұр екен. Десе де, мұндай статистика туристердің үрейін туғызбайтын көрінеді. Демалушылардың саны жылдан жылға артуда. Ал келесі біздің топтамамызда ол Half Dome гранит шыңы, Йосемити ұлттық паркының ең басты символы. Бұл жерге туристердің легі жыл сайын ағылып жатады. Әсіресе Сьерра Невада жотасының орталық бөлігі ең үлкен сұранысқа ие. Гранитті күмбездің биіктігі 1450 метр, ал оның ең биік нүктесіне дейінгі жол 14 шақырымнан басталады. Бүкіл жолды жаяу жүріп өту керек. Бұл жолда ұзақтығы 3,5 шақырым болатын кабельден тартылған арқан жолмен өтуге тура келеді. Осы тұста көптеген қайғылы жағдайлар болған екен. 60-тан адам турист арқан жолда тайып кетіп құзға құлапты. Одан бөлек те көптеген оқыс оқиғалар болған екен. Атлант мұхитының жағалауында Клэр графтығында 120 метрге дейін жететін жартастар орналасқан. Бұл жердің табиғаты керемет. Жыл сайын мұнда миллионға жуық турист келеді. Алайда бұл орын демалушылар үшін аса қауіпті мекенге жатады. Тек тегіс емес жартастарда қорғаныс рельстері жоқ екен. Оның үстіне бұл жерде қатты жел соғып, нөсер жиі жауады және тұман түседі. Мохер жартастарында өлім-жітім жиі тіркеледі. Әсіресе мұнда адамдар өз-өзіне жиі қол салатынын көрінеді. Гавайи аралдары саяхатшылардың ең сүйікті орындарының бірі болып саналады. Бұл жерге туристердің айтуы бойынша жылды келсеңде демалысқа тоймайсың. Өйткені олардың арасында жағажайлар, қызықты кештер және ең бастысы жанартаулар бар. Гавайи аралдарында 3 белсенді жанартау бар. Алайда оған тым жақындауға болмайтынын көп туристер есте сақтамайтынын көрінеді. 3 жанартаудың ішінде ең көріктісі әрі қауіптісі үлкен аралдағы Килауэ жанартауы болып табылады. Оның соңғы ең ірі атқылауы 1983 жылы болған деп есептеледі. Десе де 2004 жылы оның лава тасқыны Пахоа қаласына дейін жетіп, мыңдаған адамның өміріне қауіп төндірді. Жанартау атқылауы бір аптаға созылып, сол уақыт аралығында 50 тұрғын үйді, жолдарды, электр желілерін өртеп, демалыс орнын танымастай етіп өзгерткен еді. Егер кім білмесе, Колорадо өзенінің ұзындығы 2334 шақырым болып келеді. Әрине, Колорадо өзені Колорадо штатынан Калифорния, Юта, Невада, Аризона штаттарын басып, кейін Гранд каньоннан да өтеді. Осындай ұзын өзен әрине қауіпті болуы мүмкін. Бірақ қауіпті болғанымен оған жылда көп туристер келеді. Жергілікті жұрт және демалушылар өзенде суға шомылып, снорклинг және рафтингпен айналысады екен. Алайда қатты жаңбыр жауғанда, қар ерігенде Колорадо аса қауіпті орнына айналатынын есте сақтаған жөн. Осы фотолардан байқасаңыз, мен өзім тауға жиі шығып отырамын, өйткені ол менің ең сүйікті хоббиім. Ал жер шарымызда барудың өзі үрей тудыратын таулар өте көп. Олардың арасында Альп таулары. Альпі тауларының ең биік шыңы Мон Блан, өзге тілден ақ тау деп аударылады. Оның биіктігі 4810 метр. Бұл жер әсем табиғатынан бөлек жиі болатын өлім-жітім жағдайларымен де танымал. Мінекей бүгінгі видеомыз осындай болды. Туристер арасында өлім-жітім жиі болатын жерлерге барып демалуға тәуекел етпегендеріңіз дұрыс. Оны өздеріңізде жақсы білесіз. Не болса да әрдайым демалыс күндеріңіз ең бастысы жақсы көңіл күйде болсын. Ал сіздермен болған QLife арнасы. Видеомызға лайк басып, арнамызға тіркелуге ұмытпаңыздар. Қуанышта жүздескенше сау болыңыздар.